Жастар ол қашанда қоғамды қозғаушы күш. Егер осы күшке дұрыс сенім менен жақсы тәрбие қалыптаспайтын болса, онда ол ешкімге бағынбайтын дүлей күшке айналады. Бұған алаңдаған алаш қайраткері Ахмет Байтұрсын былай деп айтады: халықтың түзелуінің үміті жастарда. Сондықтан жастардың қалай білім алып, қалай тәрбиеленуі бәрінен бұрын ескеріліп, бәрінен жоғары қойылатын жұмыс деп айтқан. Әл-Фараби бабамыз айтады: адамға білімнен бұрын тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте адам өміріне опат әкеледі дейді. Опат әкеліп жатыр қазір, көріп жатырмыз. Қандай? Сол дұрыс емес діни наным сенімнің кесірінен темір тордың ар жағына тоғытылып жатқандарды да көріп жатырмыз. Тіпті экстремизм, терроризм деген бұрын естіп көрмеген дүниелер осы дұрыс емес сенімнен қалыптасады, және ол бір мемлекеттің күйреуіне және әлемнің алаңдаушылығына әсер ететін дүние. Сондықтан да мына діни сенім менен тәрбиеге немқұрайды қарауға болмайды.